Қайырлы таң, құрметті телекөрермендер, эфирде Арайлы Атырау ақпараты сазы таңдық бағдарламасы және мен Арайлым бүгінгі күндеріңізге сәттілік дейді. Бүгінгі студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Атырау облыстық нөмірі 1 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің шахматтан жаттықтырушысы Айгерім Қазиева және Атырау қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушысы Диляра Ғабитова бүгін бізде қонақта. Қош келдіңіздер студиямызға. Қайырлы таң, көңіл-күйіңіз қалай? Көңіл-күйім өте тамаша. Жалпы таңды қалай қарсы аламыз? Таңертең ұйқыдан тұрып, жаттығу жасаймыз ба? Көп жасай бермейміз, арасында саптығым жаттығу. Жарайды, түсінікті. Жақында Диляра Досмұхамбетова атындағы өзіміздің университетте өткен, шахматтан өткен сайыста бірінші орынды иеленген екен, қуаныштымыз, құтты болсын. Жалпы осы сайыс жөнінде тереңірек айтып берсеңіздер, қалай өтті өзі? Бұл университетте жыл сайын дәстүрлі түрде өтеді. Биыл 11-ші рет өткен болатын. Бұл жарысқа осы батыс облыстарынан көптеген шахматшылар қатысты. Әсіресе Ақтөбе облысынан 20-ның үстінде оқушылар келген болатын бұл сайысқа қатысу үшін. Маңғыстау облыстарынан келді, Орал облысынан келді. Бұл жарыс Ғабдырахман Әшімбайұлы Айдаралиевтің атында өтеді, жыл сайын ұлы жеңіс мерекесіне орай. Біздің облыстан қанша? Енді барлығы үлкендер арасында 60 шақты шахматшылар қатысты, ал оқушылардың арасында шамамен 50 шақты шахматшылар қатысты. Және де 2004-тен жоғарғы оқушылар сол үлкендермен бірігіп ойнаған болатын бұл жарыста. Себебі бұл отырыста енді біздің көптеген шәкірттеріміз бар, республикалық деңгейде орын алып жүрген. Сондықтан сол 2004-тен жоғары балаларды үлкен жасқа қосып бірге ойнатқан болатынбыз. Мына жерде қарап отырмын, дипломымды бірге ала келген екенсіздер. Құрметті көрермендер, мен сіздерге таныстырып жіберейін. Ұлы Отан соғысының ардагері, шахматтан облыстың бірнеше дүркін жеңімпазы Досмұхамбетова атындағы Атырау мемлекеттік университетінің профессоры Айдаралиевті еске алуға арналған республикалық шахмат фестивалінде бірінші орынды жеңіп алған Ғабитова Диляра марапатталады деген екен. Өте тамаша, бәрекелді Диляра. Жалпы өзіңе осы жарысқа қатысқан кезде қалай ойнадым деп ойлайсың? Өзіңе қалай баға берер едің? Мен ойымша, бұл ойында мен өзім үшін жақсы көрсеткіш көрсеттім. Себебі бұл ойындағы өзімен бірдей деңгейдегі ойыншылармен, сол ойыншылармен ойнап, және басқа да спорт шеберіне атанған ойыншылармен ойнап, өзімді жақсы көрсеткіш көрсеттім. Айгерім ханым, ал өзіңіз Диляраның ойынын көрдіңіз, өзіңіз қандай баға берер едіңіз жаттықтырушы ретінде? Жалпы Диляраның шахматпен айналысқанына 5 жылдай уақыт болды. 3-ші класстан бері қатысып келе жатыр. Соңғы енді 2 жылда, 1,5 жылда Назарбаев мектебінде оқып жатыр. Бұның енді аптасына 3 рет, 4 рет дайындыққа келетін болса, енді қазір Назарбаев мектебінде оқығандықтан, енді дайындыққа енді көп уақыт бөлінеді. Десе де бірақ аптасына 3 реттен дайындыққа келіп тұрады. Қанша уақыт кетті сонда дайындыққа жалпы? Енді шахматпен айналысқан 5 жылдай уақыт болды. Енді аптасына енді 3 күндей. Аптасына 3 күн дайындалады? Иә, 3 күндей дайындалады. Енді қосымша сосын үйден кітаптармен дайындалады уақыты болған жағдайда. Сосын жалпы Диляра бұл жарыс қана емес, республикалық жарыстарында жүлделі орындар алды. 2013 жылы Павлодар қаласында Қазақстан Республикасының кубогіне арналған жарыста 3-ші орынға ие болған болатын. Демек, Диляра бұл сенің алғашқы жеңісің емес. Иә. Және де осы былтырғы жылы осы қазан айында Қызылорда қаласында Назарбаев мектептерінің арасында жарыс болған болатын. Бүкіл республика бойынша сол 20 мектеп бар болатын. Сол мектептердің арасында возраст бойынша 1-ші орынға ие болды Қызылорда қаласында өткен жарыста. Және де басқа да Ақтөбе облысында өткен, Ақтөбе қаласында өткен жарыстарға да қатысты. Бұл қалада жүлделі орындарға ие болды. Тағы да енді бұдан басқа да көптеген жетістіктері бар енді. Ал неліктен осы шахматты таңдадың?
Себебі өзімнің анам бұл шахмат үйірмесіне жетеледі. Яғни бұл шахматта емес, басқа да мен басқа қырларым бар. Қандай қырларың бар? Басқа қандай өнерің бар? Мысалы, би, волейбол үйірмесі деген қырларым да бар. Бірақ та осы шахмат үйірмесіне мені баруға жетеледім. Өзің осы шахматқа аптасына 3 рет дайындаламыз деп отырсыз, ал күніне сонда аптасына 3 рет дайындалғанда күніне қанша сағат кетеді? Күніне шамамен 3 сағат кетеді. Яғни бұл 3 сағаттың арасында мен түрлі тактикалармен дебюттарды жаттап, басқа ойыншылармен ойнау арқылы өзім үшін деңгейімді көтеремін. Өзіңді одан сайын жетілдіре түсіресің. Әйгерім, енді осы шахмат ойындағы негізгі ерекшелік қандай деп ойлайсыз өзіңіз? Нені ойлауды қажет етеді ең басты талап бұл ойынды білу үшін, жақсы ойнау үшін? Енді шахматты жақсы ойнау үшін үлкен логиканы талап етеді, шыдамдылықты талап етеді, сабырлықты талап етеді. Жалпы ойлау деңгейі жоғары болу керек дейсіз ғой. Диляра, шахмат не үйретті саған өзіңе? Мен үшін шахмат бұл ақыл ойымды, ой өрісімді дамытты. Яғни өз тұлғамның ішіндегі қасиеттермен басқа да бір бұл өзімнің сабырлық қасиетімді мен үшін бұл үйретті. Ойлау деңгейің одан әрі дамыды, есте сақтау қабілетінде жақсарған шығар мүмкін. Осы шахмат ойнағанда енді фигуралары көп қой ішінде. Соның ішінде қайсысы саған көбірек ұнайды? Әрине барлық тұлға үшін бұл ферзя болып келеді. Яғни бұл ферзя горизонталь, диагональ түрінде жүре береді. Бұл фигура ең мықты, күшті болып келеді. Және ол еркін фигура болып саналады. Ал мен үшін еркіндікте бұл өте еркіндік болғанма ұнайды өзім үшін. Ал өзіңе қатарластарың болсын, достарың болсын, немесе өзіңнен кейінгі кішкентай іні, сіңлілерің болсын, қызыға ма, маған үйретші деп? Осы жарыстарға дейін мен өзім сіңлілерім бар. Бұл сіңлілеріме шахматты ойнауды үйретіп, басқа бұл шахматты үйретуге жетеледім. Яғни бұл Астанадағы да сіңлім бар, сол сіңліме де үйретіп кеттім. Ол да қазір жақсы ойнайтын шығар? Қазір ол шахмат үйірмесіне Астанада барып жүр, жеке тренері бар. Жақсы. Әйгерім, тағы қандай жоспарларыңыз бар алдағы уақытта? Жалпы енді шахматтан жарыстар жиі өтіп тұрады республика деңгейінде. Жазда енді Астана қаласында үлкен жарыстар болады жаздың уақытында. Сосын жыл сайын енді Диляра осы 2 жылдай болды чемпионат Қазақстанға қатысып келе жатыр. Чемпионат Қазақстаннан жүлделі орын алу енді оңай жұмыс емес. Әрине Назарбаев мектебінде оқыған жерде дайындалатын көп уақыты болмайды. Бір жаңа сабақта. Бір жаңа енді сабағы енді. Сабағың қалай? Сабағы жаман емес. Өте жақсы. Үлгереміз ба бәріне? Барлығын өліп. Бос уақытта тағы немен айналысасың? Бос уақытта өзім айта кеткендей бимен, волейбол үйірмесімен, оғанда да өзім уақытымды арнаймын. Кітап оқисың ба? Кітап оқуды өте ұнатамын. Және де тек қана кітап әртүрлі бағыттарда бойынша және шахмат туралы кітаптарды да оқығанды ұнатамын. Жарайды Әйгерім, Диляра, осылай студиямызға келгендеріңе көп рахмет. Енді сендер бізді қазір көріп отырған Атырау барша қонақтары бар, көрермендеріміз бар. Соларға өздерінің ізгі тілектерің болса білдіруге болады. Атыраулықтар, баршаңызға қайырлы таң, еңбектеріңе табыс тілеймін, жетістіктерге тек жете беріңіздер. Құрметті атыраулықтар, сіздерге қайырлы таң. Біріншіден және өздеріңіздің еңбектеріңізге табыс алып келуге тілектеспін және көптеген мақсаттарыңызға жетіп, сол мақсаттарыңыздың өзінің жемісін көруге тілектеспін.
Рахмет, Диляра, сенің де бала арманың, мақсатың үлкен жетістікке әкелсін, әрдайым жеңістің тұғырынан көріне бергейсіздер. Құрметті көрермендер, студиямызда қонақта болған Атырау облыстық нөмір 1 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің шахматтан жаттықтырушысы Айгерім Қазиева және Атырау қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушысы Диляра Ғабитова болатын.